Қоғамымызда ажырасуға жол ашатын себептердің бірі келіннің ата-енесімен сыйыспауы немесе туған туыстың келінге жылы қабақ танытпауы. Осы себепке байланысты қаншама ерлі-зайыптылар бір-бірінің жүзін көрместей теріс айналып, қаншама келіншекке есік көрген деген ат тағылып, қаншама еркек ажырасқан деген масқараға қалып жүр. Шикіліктің ұшы келіннен де, ата-енеден де шығып жатады. Бірі ата-енесімен бірге тұрғысы келмесе, бірі келіннен ұлын қызғанады, немесе бөтен біреудің қызын бауырына баса алмай отырса да, опақ тұрса да сопақ қылады. Айша анамыз радиаллаху анху әйелдің мойнында ең көп кімнің ақысы бар деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күйеуінің деп жауап береді. Ал ер кісінің мойнында кімнің ақысы көбірек жүктелген деп сұрағанда, анасының деп жауап берген екен. Тағы бір хадисінде ата-ананы жәннаттың орта қақпасына теңеген, яғни ата-анасының разылшылығын алған адамға жәннаттың орта қақпасы айқара ашылады. Егер адам ата-анасының көңілін таба алмаса, онда жәннатқа кіру мүмкіншіліктері де азая түседі. Ал күйеуінің жәннатқа кіруін қалаған әйел оның ата-ана ақысын өтеуіне түсіністікпен қарап көмектескені абзал. Бұл оның күйеуіне деген ең үлкен жақсылығы. Күйеуі отбасының басшысы саналғандықтан, әйелі оның әміріне құлақ асуы тиіс. Егер күйеуі ата-анасына қарайласуды бұйырса, әйелі бұл тапсырманы орындауы қажет. Әйелдің мұнысы Алла алдында ескерілмей қалмайтыны да анық. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде былай дейді: күйеуі өзіне риза болып қайтыс болған әйел жәннатқа кіреді. Әйел 5 уақыт намазын оқып, оразасын ұстап, абыройын сақтаса, күйеуіне бағынса, жәннатқа кіреді деген. Алла тағаланың қойған заңдылығына мойынсұнып, күйеуінің сөзін екі етпеген әйел бір жағынан күйеуінің өтінішін орындап, мол сауапқа кенелсе, екіншіден ата-енесіне қызмет ете отырып, күйеуінің ата-ана алдындағы борышын өтеуге де көмектеседі. Ерінің жәннаттан орын сайлауына себепкер болады. Үлкеннің аты үлкен, кейде ақыл айтып, кейде ұрсып қоюы да мүмкін. Мұндайда келін өзінің келіндігін жасап, ата-енесінің ашуын көтере білсе, үлкендер бұрыс айтып тұрған күннің өзінде бетінен алмай, үндемей қоя салып, ағаттығын кейінірек жайлап айтып түсіндірсе, өз бағасы арта түспей ме? Үлкенді сыйлау арғы бергі мұсылманның мызғымас дәстүрі. Дінімізде үлкеннің алдын кесіп өтпеуге, үлкенмен сөз жарастырмауға, қарсы келіп көңілін қалдырмауға қатты мән берген. Қазақта ата-енеге қайын ата, қайын ана дейді. Қарап отырсақ, қайын сөзі біздің тілімізге дініміз арқылы енген екен. Араб тіліндегі қайын сөзі біреудің орнына тұрған, біреудің орнын басқан деген мағына саяды. Демек, қайын ата мен қайын ана қыздың өз ата-анасының орнын басқан, оның екінші әкесі мен анасы дегенді білдіреді. Фикх үкімдері бойынша, әйел үшін ең жақын туыстардың қатарына қайын атасы мен енесі жатады. Олай болса, келін осы жағында ескеріп, оларға құрмет көрсетуі тиіс. Әрі үлкенді сыйлау баршаға ортақ парыз. Осы тұрғыдан да алғанда, келін қайын атасы мен қайын енесін сыйлап, оларға көмектесуі қажет. Осы үшін үлкендердің алғысы мен батасын алып, көсегесі көгере түседі. Қазақтың ислам дінінен тамыр тартқан мәнді де мағыналы мақалдары жетерлік. Соның бірі, атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер деген мақал. Бұл ардақты елшінің саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала қарттарға құрмет көрсеткен жастарға да қартайған шағында оған құрмет көрсететін бала шаға нәсіп етеді. Әкелеріңізге жақсылық жасаңыздар, балаларың да сендерге жақсылық жасайтын болады. Сендер ар-намыстарыңды қорғаңдар, сонда жұбайларың да ар-намысын сақтайды деген хадистерінен алынған болуы мүмкін. Шынымен де үлкен кісілерге, соның ішінде ата-енеге жақсылық жасасақ, солардың жасына жеткенде біз де құрмет пен жақсылықтан келде болмаймыз. Бұл ұлы жаратушының бекіткен заңдылығы. Келін жоғарыдағы осы мәселелерді ескере отырып, ата-енесімен бірге тұрудан қашпауы керек. Әйелі
отауымды аулақ тігемін деп күйеуінің құлақ етін жеп, шақшадай басын шарадай етсе, шаңырағының шырқын бұзып, ақыры ажырасып тынады. Біле білген адамға ата-енемен бірге тұру Алла тағаланың берген үлкен нығметі. Себебі Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам араларында қариялар мен сәбилер болмағанда бастарыңа жамандық істелдей ағып келер еді деген екен. Халық даналығында да қариясы бар үйдің қазынасы бар демей ме? Олай болса, ата-енені үйдің берекесіне балап, аз күн өмірінде сізге алғыс айтатындай разы қылған жөн. Оның үстіне ата-енемен тұру сіздің нәпсіңізге ауыр келгенімен басыңызға түскен нәубет емес. Бәлкім ұнатпаған нәрселерің түбінде өздерің үшін қайырлы болар. Сондай-ақ жақсы көріп қалаған нәрселерің түбінде өздерің үшін зиянды болар. Деп Құран кәрімде айтылғандай, Алла тағаладан келген нәрсенің бәріне разы болу біздің міндетіміз. Ата-енесімен немесе күйеуінің туыстарымен бірге тұратын келін қалай әрекет еткені жөн. Енді осыған тоқталғанды жөн көрдім. Ең бірінші, келін нәпсісі мен шайтанның алдауына түспеуі керек. Кейде әйел ата-енемнен бөлек тұрсам еркін өмір сүремін, олардың қасынан кетсем рахат өмірге қол жеткіземін деп ойлауы мүмкін. Тіпті жоспар құрып, оны іске асыру жолында жанкештік танытып, түрлі қулық сұмдықтарға баратындар аз емес. Алайда ешкім өмір жолының қандай бұралаңмен, қандай соқпақпен жалғасарын білмейді. Сондықтан мұсылман әйел нәпсі мен шайтанның жетегіне ілеспей, парасаттылықты мақсат тұтуы тиіс. Қарақан басын ғана ойламай, күйеуінің де жағдайын қарайлауы керек. Туыстарымен бір отау астында күнелткен соң, келіспеушіліктер, түсініспеушіліктер де орын алады. Бірақ сабырлық танытып, парасаттылықпен әрекет етсе, арты жақсылықпен бітері сөзсіз. Өмір деген тақтадай түзу жол емес. Ендеше қосағымен қол ұстасып, оның ой шұңқырынан сүрінбей өтуі үлкен ерлік. Кейбір әйелдер күйеуі мен ата-енесінің арасына от салуға құмар. Ері жұмыстан келе сала, ата-енесімен күні бойы естіген сөздерін, олардың әрекеттерін жеткізіп, ата-анасына баласын айдап салады. Ақ пен қараның жігін ажыратпай, әйелінің сөзін сөйлейтін жігіттер мұндайда әке-шешесіне дауыс көтеріп, көңілін қалдырады. Сондай-ақ әйелі мен әке-шешесі сөзге келіп қалғанда болған істі ақылға салып, араша түсудің орнына еркектік деген осы екен деп әйеліне түрсе қоя беретін дөрекілер де, керісінше әке-шешеге деген титтейді құрметі жоқ күшіккүйелер де бар. Сахабалардың заманында құлшылыққа жан тәнмен берілген, садақаны көп беретін, ізеттілігімен елге танылған Алқама есімді жас жігіт өмір сүреді. Бір күні аяқ астынан ауырған Алқама төсек тартып жатып қалады. Сырқаты әбден меңдеп бетінің бері қарамасын сезіп, куәлік сөзін, кәлима шахадатын айтайын десе, тілі күрмелене береді. Оның қатты қиналғанын көріп жаны ашыған сахабалар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымызға барып, дереу мән-жайды баяндап береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірден әлгі жігіттің шешесін шақыртты. Алқама қандай еді деп сұрады. Балам, көп намаз оқитын, көп ораза ұстайтын, садақаны көп беретін деп жауап береді кейуана. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жолы сұрақты төтесінен қойды. Сізбен қарым-қатынасы қалай еді? Іштен шыққан шұбар жыланды не деп жамандайын? Бірақ қанша кешірейін десем де көңілімді көп қалдыратын. Әрдайым әйелін жақтап маған қарсы шығатын деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам анасының реніші баласының тілін көрмеп тұр екен. Қане, отын жинаңдар, Алқаманы тірідей отқа жағамыз деп маңайындағыларға бұйырды. Ана байқұс бірден жаны ашыды. Ойбай-ау, қажеті жоқ, баламды өртей көрмеңіз деп жалынады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаланың 10 дүниедегі азабы балаңыздың қазіргі азабынан да қатты болмақ. Егер Алла ұлыңыздан разы болсын десеңіз, сіз де аналық ақ сүтіңізді кешіп, ұлыңызға деген өкпе ренішіңізді тарқатыңыз. Балаңызбен
ризалықпен қоштасыңыз дейді. Ана байғұс разылығын айтып, күбірлеп кешіргенде баласының да калимаға тілі келіп, өмірден озған екен. Алла тағаланың разылығы ата-ананың разылығында, Алла тағаланың ашуы ананың ашуында деген хадисті әрдайым қаперде ұстап, жұмақ кілтінің ананың аяғының астында екенін ұмытпайық. Құрметті көрермендер, ата-ананы тірі кезінде қадірлейік. Олардың бар жоғы аз ғана ғұмыры қалғанда, бар жақсыны алдына тосуға ұмтылайықшы. Бұл өмірде біз үшін жанын беретін, күні-түні біз үшін дұға ететін осы ата-анамыз емес пе? Сондықтан да әрқашанда қадірін біліп, үнемі құрметтеп жүрейік. Сіздермен болған пайдалы ақпараттар. Видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.